Құрметті достар, бір-екі тәулік мен Торғай даласында жүріп, бұл жерде интернет ұстамайды. Сол соңғы оқиғаларды білмей қалыппын. Мухаряпов Рамиль деген Қазақстан Республикасының азаматының ойлап, немесе ойламай айтқан сөздері туралы. Қазақтарды жамандап. Сондықтан көптеген менің оқырмандарым, әреке осылай өзіңнің пікіріңді айтсаң деп ұсыныс жасап жатыр. Мен енді Мухаряповтың сөзіне баға бергенде айтар едім. Бұл нағыз сатқындық. Отан сатумен тепе-тең нәрсе. Айтқан сөздері, жасаған ісі Мухаряповтың. Бала кезімде мен бір француздың классигін оқығанда, сонда сатқындықтың не екендігінің түсініктемесін оқып жаттап алғанда. Нағыз сатқындық ол ер азамат өзінің көңілдесіне, өзінің туған әйелі туралы жаман сөздерді, жамандықты жайса деген ұғымды оқып жаттап алдым. Шынымен ер азамат танитын, танымайтын бөтен адамға өзінің жары туралы, өзінің әйелі туралы жаман сөздерді айтса, жамандаса, ол нағыз сатқындық. Түсінікті болу үшін мен осындай мысалды келтіріп отырмын. Сондықтан мен үшін Мухаряпов мырза ол сатқын. Сатқын ретінде жазаға тартылу керек. Заң түрінде тартылмаса да, моральдық түрде зардап шегу керек деп ойлаймын. Және байқасам, Мухаряповты қорғап шыққан өзіміздің де қара көздеріміз бар екен. Солардың аккаунттарына кірсе, мен оларда түрі қазақ, ішкі құрылысы бәрі орыс азаматтар екен. Өкінішке орай. Олар да сол Мухаряпов сияқты ойлайды. Олар да қазақ тілі жалпы. Қазақтарды жек көретін, менсінбейтін азаматшалар. Бұған кінәлі өзіміз және біздің билік деп ойлаймын. Түсіндіріп берейін. Қазақстан деген елдің президенті өзі қазақ, елімізде мемлекеттік тіл қазақ. Ресей Федерациясына барып, сол Путиннің көңілінен шығу үшін біз орыс тілін қорғайтын қоғам ашамыз. Және Ресейден, соғыстан қашып атқан мыңдаған ресейліктерге қамқорлық жасаймыз. Міне сондай сөздерді естігенде неше түрлі Мухаряповтар. Олар өздеріне сенеді. Және Мухаряпов деген кім? Зерттеп көрейік. Ол Алматы қаласында өскен азамат. Орыстардың арасында және мықты кәсіпкер болып жатқан қазір қазақтардың арасында. Ол қазақтар, мен білетін, Мухаряпов білетін қазақтар, ол мен білетін қазақтар. Олар өзінің ана тілін білмейді. Олар өзінің қазақ екенінен жиіркенетін қазақтар. Олар ешқашан Мұқағалиды оқыған емес. Олар ешқашан Мұхтар Мағауинді оқыған емес. Шерхан Мұртаза ағамыздың мынандай кішкентай ғана бір кем дүние деген кітабында оқыған емес. Тек қана әлгі Абай жолын орыс тілінде аудармада оқыған қазақтар. Сонда Мухаряповтар ойлайды, айналайын, мен дәкөй бизнесмен, керемет үйімнен шығам, керемет көлікке мінем, өзімнің керемет офисыма барам. Ешқандай әлгі қазақтармен қазақша сөйлейтін далада кездеспеймін. Бүкілі достарым қазағы болсын, орысы бәрі орыс тілінде сөйлейді. Сондықтан маған Абай дегендердің тілі керек емес деп өз-өзіне сеніп қалады. Мен осындай мықтымын, баймын, миллионермін, миллиардермін.
ешкім маған ештеңе істей алмайды. Міне президенттің өзі айтып жатыр, қасындағы әлгі көтілей көмекшілері де орыс тілі туралы, Ресей туралы керемет әдемі сөздерді айтып жатыр. Сондықтан мен ашық түрде әлеуметтік желілерде де жамандай аламын. Маған ешкім ештеңе айта алмайды, басымды кесе алмайды деген сияқты. Вот сондай ұғымға өзіміз, біз қоғам болып, және біздің билік осындай шіріген адамдарды күннен күнге геометрия прогрессиясымен көбейтіп жатыр. Бір қуаныштысы, міне, сазайын алып жатыр Мұхарепов, кешірім сұрап жатыр. Түні бойы бейшара әлгі өзіміздің ана тілімізді оқып, жаттап алған шығар, кешірім сұрап жатыр. Но кешірімнен бөлек мен айтарым Рамилге Мұхареповқа: сен оңбаған қазақты жамандасаң, сен Ресейдің президентін үлгі тұтсаң, Ресейдің президентін ең керемет орыстардың маңдайына жазған президент деп ойласаң, Ресей Федерациясын мақтап жүрсің, бірнеше айдан бұрын міне қарап отырмын. Айналайын, анау бүкіл әлгі Чукалаев па, шоколадкалардың бәрін жинап, бір үлкен шабаданға сол жақсы көретін Ресейіне қаш, қыртпай, аман жүрген кезіңде. Егер соншалықты мына орыс әлемін армандасаң, орыс әлемін жақсы көрсең, онда автоматты алып, барып, ана Херсонның маңына барып шайқас, қыртынбай. Кет менің жерімнен, менің елімнен.